Ассалаумағалейкумдер, баршаңызға да бүгін бізде BMW E39 автокөлігі қызбай қалды дейді барып келгеннен кейін. Проблема ешқандай стартерге, ешқандай бензин насосқа және кондушкалерге импульс шықпай тұр дейді. Біздің алдымызда басқа да столларға барған, бірақ ешқандай нәрсе таба алмай. Сондықтан қазір біз BMW-ны қарайтын боламыз. Бірінші диагностикадан бастаймыз, екіншіден тоқ жағынан қарап бастайтын боламыз. Ендеше біз сканерімізді қазір көлікті гараждың ішіне әкеліп, компьютер диагностикасы іште, соны енді диагностикасымен қарап көрем, қандай проблема бар екен. Бізде қараған ошибка шығып тұр. Бензин насоста проблема жоқ, главный релейде тоқ болмай тұр дейді, және де связьда тоқ болмай тұр дейді, және де бізде активизация магнитного клапана всасывающий трубопровода дейді, және де бензин насос стартерлерде, катушкалерде тоқ жоқ дейді. Ол қарағанда компьютерде проблема жоқ, себебі диагностика кіріп тұр. Егер компьютер жасамаған кезде компьютер диагностикамен планшетпен кірмейтін еді. Сондықтан бізде ақау тоқта біріншіден, немесе реле және бір жерде тоқтан обрыв бар. Сондықтан қазір біз көлікті зажиганиясын сөндірдік, касса жағын қарайтын боламыз, қандай проблема бар екен. Қазір біз релені қарап көретін боламыз. Егер реледе тоқ болмай жатса, онда тоқта немесе реледе дұрыс жасамай тұр деген сөз. Себебі BMW-ларда тікелей компьютерден немесе предохранительден келмейді, ал реледен келіп плюс 12 вольт катушкаға беріп тұрады. Тоқтарын қарап шығайық, барлығын 6 цилиндрде бар ма жоқ па, соны бір тексеретін боламыз. Мынау бірінші цилиндр, ешқандай тоқ жоқ. Қазір біз схеманы қарап көреміз. Menshel деген программадан егер соның жазуын схемасын қуамыз, қай жерге тоқ баратын бір тексеріп алатын боламыз. Достар, біз жаңа схема тапқан болатынбыз. Бізде деген қазір міне модуль реле және модуль предохранитель. Бізде міне қып-қызыл жаңа плюс 12 вольттар через реле келеді. 87 және 30-дан. Осы релейні бір қараймыз, сосын осыған бойын катушкаға барып тұрған тоқтың бойын қарайтын боламыз. Себебі осы тоқтардың бір жерінде обрыв немесе бір ақау бар деген сөз. Қазір тоғын қараймыз, және релейні қарайтын боламыз. Біздер предохранительдердің барлығын қарап шыққан болатынбыз. Бұл жерде 30 ампер, 20, 30 амперлік предохранительдер бар. Бұлар стартерге және бензин насостарға баратын қарайтын предохранительдер. Бұл жерде барлығы сау, және де ары қарай кететін боламыз. Себебі компьютерде жаңағы айтқандай ақау жоқ. Компьютер егер істен шықса немесе дұрыс жасамай қалса, онда бізде проблема диагностика кірмес еді. Бірақ бізде диагностика кіріп тұр бұл көлікте. Енді тағы да қарайтын боламыз, қандай проблема бар екен. Толық видео көліктің диагностикасы 2-3 сағат, 4 сағатқа дейін кетеді. Кейде тоқтарын қарау, себебі тоқ қарау шет жағынан оңай болып көрінгенімен де тоқ жағы схема қуу кішкене қиындау болады. Біз келесі проблема табылғанша дейін проблемасыз дейтін боламыз. Ендеше біз жаңа бір проблема тапқандай болдық. Бұл реле 85 жаңағыда схемамызда шығып тұр ғой, 85, 30, 87, 87. Дәл осы проблема реле қызып тұр. Қызыған ол дұрыс емес деген сөз. Қазір тоқтарын қарайық. Бұл жерде бізде 87-де тоқ бар. Біреуінде жоқ, екеуінде жоқ, үшеуінде жоқ. Неге? Плюсовой келіп тұр аккумулятордан, бірақ 1-2 силовой проводта катушкаға баратын және бензин насостың релесіне баратын ешқандай тоқ болмай тұр, бірақ біреуінде бар. Қазір осы релені ауыстырып көреміз. Осыны ауыстырайық, қазір жаңасын алып қойған болатынбыз. Бұлай қарап отырсаңыздар, окисление бар. Қазір шешілер ме екен? Дәл осы релені қазір қарап көретін боламыз. Ашып, бұл жерде бізде обмотка моточығы релесі күйіп кеткен. Көріп тұрғандай, кішкене жақындатып түсірсең, дәл осы реле күйіп кеткен. Сондықтан біз қазір жаңасын алған болатынбыз. Мінекей, дәл осыны қазір тығып тексеріп көретін болам.
Біз міне жаңа релеміз салған болатынбыз, және де бір-екі тоқтан ақау шыққан болатын. Соны жөндеп, қазір көлікті қыздырып көретін боламыз. Қыздыр, Нурик. Тағы. Давай. Тағы да. Сөндір. Қызыр, қу. Бензин насосы әлсіз болып тұр ғой. Давай. Жаңа релені салған болатынбыз. Давай тағы көр. Мінекей бізде көлік қызды, немесе от алды. Бір проблеманы бітірген болатынбыз. Көлік бізде қызып тұр. Қазір плюсын бір тексерейік, плюс бар ма, жоқ па бұл көлікте. Бізде плюс келді. Жаңа плюс келмей жатыр еді. Плюс барлығында цилиндрінде келіп тұр. Осылай міне BMW-ның жөнделуі өтті. Жаңа BMW-мізді жасап шығарған болатынбыз. Көлік қызып тұр. Жаңа ABS чек барлық жанып тұр еді. Бізде мына сервис engine soon деген чек жанып тұр. Бұл проблема бірінші лямбда зондтарда ошибкілер бар деген сөз. Ол енді датчик ауыстырмай проблема кетпейді деген сөз. Көлік қызды, бір-екі газ бергеніне істеп тұр. Осындай ақаулар болып жатса, көліктер қыздырмай қалса, хабарлассаңдар болады. Осы жерге өзімнің номерімді қойып кетемін, осы жерге супер электриктің номерін қойып кетемін. Сондықтан хабарлассаңдар болады. Баршаңызға да сәттілік. Қоштаспаймыз. Келесі видео шығарғанша дейін лайк басып, жазылып кетсеңіз өте керемет болар еді. Рахмет ағайындар, достар. Сәттілік.